Иә, бәріміз көрген болармыз. Кино немесе фильмде бұл балықты. Бұл балықтың аты қармақшы балық. Қармақшы балық мұхиттың ең терең әрі қараңғы бөліктерінде өмір сүретін ерекше жыртқыш балық. Ол өзінің басындағы биолюминесцентті қармақшы тәрізді өсіндімен танымал. Бүгін біз осы балық туралы қызықты факттер айтатын боламыз. Қармағы бар балық. Бұл балық басындағы ұзын өсінді жарық шығарады, ал оның жарығы бактериялардың көмегімен пайда болады. Бұл қармақ жәндіктер мен ұсақ балықтарды тарту үшін қолданылады. Ғажайып бейімделу. Қармақшы балық өте терең суда 200-2000 метр тереңдікте өмір сүреді. Мұнда күн сәулесі жетпейді, сондықтан ол аңшылықтың ерекше әдісін қолданады. Жарығын қозғалтып, жемтігін алдап, жақындай түскенде жылдам шабуыл жасайды. Еркек пен ұрғашының қарым-қатынастары табиғаттағы ерекше құбылыс. Қармақшы балық еркектері өте кішкентай болады. Шамамен ұрғашысының 10%-ін ғана құрайды. Олар ұрғашысына жабысып, уақыт өте келе онымен толық бірігіп кетеді. Еркектің денесі кішірейіп, тек ұрықтандыру қызметін ғана атқарады. Қармақшы балықтың тістері кері бағытта орналасқан. Бұл олжаның оңай қашып кетуіне мүмкіндік бермейді. Қармақшы балық Голливудтағы атақты балық. Бұл балықты Pixar киностудиясының Finding Nemo, Немоны іздестіру мультфильмінде көрсеткен. Ол қараңғы мұхит түбінде жарығын қозғалтып, Марлин мен Дориді алдап түсірмек болған. Әлемдегі ең қорқынышты балықтардың бірі. Оның сыртқы келбеті өте қорқынышты, сондықтан теңіздегі құбыжық деп те атайды. Бірақ ол адамдарға қауіп төндірмейді, себебі ол судың терең нүктесінде өмір сүреді.